Қалайсың? Бұл Праникит. Бүгін мінеки мен тренд сайлау туралы видеоларды қарап отырып, яғни айтқанда мына болып жатқан жағдайлардың барлығын қарап отырып, біраз ойланып қалдым. Менің 18 жасқа толғаным кеше ғана. Және бұл менің ең бірінші сайлау болатын. Және де қосановтың сөзіне сеніп дауыс берген болатын. 2 күн өтті. ютубта қарап отырып, және болып жатқан жағдайлардың барлығын қарап отырып, мен өзімнің алданып қалғанымды да түсіндім. Негізінде ең басында мен айтқан болатын, қасымда жолдас-балдарыма барлығы сайлау әділетсіз өтеді деп. Бәрібір де Тоқаев жеңеді деп. Бірақ мұндай сұмдық болады деп ойламаппын. Осыншама видеолар ютубқа салынып, қаншама халық, қаншама әлемдегі адамдарды қарап отырған кезде, сонда біздің елде жоғарыда отырған адамдар ештеңеден қорықпай ма? Қаншама халықты қырылдырып қойып отыр. Және әрине халық онымен тоқтай қоймас. Және ешқашан тоқтамайды деген ойдамын. Бірақ мынадай нәрселерді көріп отқаннан кейін олар адам өлтіруден тайынбайтынын көріп отырмын. Және өзімнің болашағымды ойлап отырып, пландап отырып, яғни айтқанда осы жылға біраз план қойып қойған болатынмын. Мынандай жағдайлардан кейін шамалы ойландым. Сонда менің болашағым қалай болады? Біреудің қол астында кетейін бе? Мен ойымша мынадан кейін сайлау қайтадан болу керек. Ал сайлау қайтадан болды делік. Сонда кімге дауыс береміз? Мен сенуден қалдым. Кандидаттарға сенуден қалдым. Және менің берген дауысым ештеңе шешпейтіннен білгеннен кейін сонда біз қандай өмір сүріп жатырмыз, қандай елде тұрып жатырмыз. Мен осы кезге дейін интернеттің істемегіне және де Қазақстанда кереметтей тауарлардың өзіміз шығара алмағанына жылайтын, соған жындырып жүретін. Онадан кейін мен естерін білмеймін. Енді уақыт көрсетер. Егер де ештеңе өзгермей, шетінен сатылып кететін болса, яғни айтқанда халық болжап отқандай, сілтірестен Қытайға сатып жіберіп, химикат араласқан тұзын пайдаланып отырсақ, одан сілтірестен әрмен қарай мен тұратын Арал қаласы сатылып кетсе, мен қайда барам? Соларла ойланып қалдым. Мен көшіп кету керек пе? Менің ойымша халық қырылып өлсе де бұларға бәрібір сияқты. Әділеттік жоқ. Қызық, е? Бұл менің бір сағатта көрген видеолар арасында шыққан ойым. Айтарға сөз жоқ.
не ойлап жатамын. Сенімен бірге болған Пол Проникит. Қызық. Лайк сұраудың, комментарий сұраудың. Енді керегі болар ма екен? Әуелі Құдай. Келесі кездескенше. Сау.